Бул жерде яғни 50 градус температура дейді 200 секундта өткен дейді. Мына жерде секунд. Бұны секундты жылдамдық ретінде алдым. Өйткені біз нақты бізде уақыт деген нақты өлшем уақытты табатын формуласы жоқ. Яғни бұл тақырып бойынша сондықтан да v-ның орнына v1-дің орнына қойдым. Өйткені жылдамдықтың формуласында өлшем бірлігі моль бөлінген литр секунд, секунд бар. Сондықтан да біз v1 ретінде алдық осы 200 секунд дегенді, және v2-ні осы формуладан табатын боламыз. Яғни осы формула деп отырғанымыз температуралық коэффициент формуласы. v1 бөлінген v2 гамма Т2 азайтылған Т1-ге бөлінген 10-ға. Осы температуралық коэффициент формуласына қоятын боламыз. V1-дің орнына 200 қоямыз. Өткен қараңыздар жерде жылдамдық ретінде алдық. Мынаны v2-ні x деп аламыз, гамманың орнына 2-ні қоямыз. Мына жерде берілген дәрежесіне Т2 минус Т1. Т2 дегеніміз 90 градус. Азайтылған Т1 дегеніміз 50 градус. Бөлеміз 10-ға. Сол кезде 2-нің 90-нан 50-ді азайтамыз, оны 10-ға бөлеміз. Яғни 2-нің 4 дәрежесі болады. 2-нің 4 дәрежесі бізде 16-ға тең. Енді осы жерден x-ті табу үшін 200-ді 16-ға бөлеміз. Қайсысы да өзгеше? Сол кезде x тең 12,5 секунд болады. Мына жерде біз секундпен есептедік, 200 секунд деп. Сондықтан да шыққан мәнде бізде секунд болып табылады екен. Достар, егер осы видео сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.